Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Голландияның Амстердам университетінде жүргізілген зерттеулердің нәтижесі ғалымдарды таң қалдырды. Себебі ғалымдар 7 жыл бойы мұсылман және мұсылман емес ауруларға жүргізген зерттеулердің нәтижесінде Алла тағала Тәңір сөзін айтқан кезде ол сөз уайымды басып, қан қысымын қалпына келтіретінін байқаған. Ақпараттарға сүйенетін болсақ, ғалымдар зерттеу барысында науқастарға Тәңір деген сөзді араб тілінде айту шартын қоймаған. Науқастың барлығы бұл сөзді өз тілінде айтқан. Дегенмен, сол зерттеу барысында ғалымдар өзге сөзге қарағанда Аллах сөзінің ерекше әсерін анықтаған. Себебі Алла сөзіндегі бастапқы А әрпін айту барысында кеуденің үстіңгі жағы әрекетке түсіп, өкпенің аузы ашылады. Ал бұл өз кезегінде өкпеге ауа кедергісіз баруына ықпал етеді. Ал Аллах сөзіндегі Л әрпін айтқанда тіл таңдайға тиіп, демді бір мезетке тоқтатып, нәтижеде дем ретке келтіреді. Ал Аллах сөзіндегі Х әрпі айтылғанда екі өкпені жүрекпен байланыстыратын тамыр әрекетке түсіп, нәтижесінде жүректің соққаны қалпына келеді. Енді мына қызықты қараңыз. Ғалымдары 7 жыл бойы зерттеген ақпарат 14 ғасыр бұрын Құран кәрімдегі Рағд сүресінің 28 аятында айтылып кеткен. Иман келтіргендердің жүректері Алла тағаланы зікір етумен жұбаныш табады. Жүректер Алла тағаланы зікір етумен тыным таппай ма делінген. Алла тағаланың өзі де рас, сөзі де рас деген осы болар. Сіздермен бірге болған жансая. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал бұл ақпараттарды жақындарыңызға, достарыңызға тарата жүріңіздер. Олар да дәл осындай ақпаратты біле жүрсін. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.